Ассалаумағалейкум де. Ол не үшін жүрсің бұлай? Дінмұхамед Қонаев атамыздың мінезін зерттеп жүрмін. О, жақсы екен. Атамыз туралы қандай ерекшелігін айта аласыз? Ол кісі туралы айтуға өте үлкен кең дәрежеде айтуға болады ғой. Бұл кісі енді ел басқарған, мықты адам болған кісі. Сондықтан бұл кісі өте қарапайым болған. Ол мінездерінен алдында сен біреулерден тағы сұраған шығарсың. Бұл кісінің енді мен бір дүние қоңыз емес екен бір қасиетін айтайын деп тұрмын. Бұл кісі өзі өмір бақи бір үйде тұрған адам. Сол орталық комитет берген жұпыны 3 бөлмелі үйде тұрыпты. Бұл кісі өмір бақи еш нәрсе жинамаған екен. Бұл кісінің жинаған жалғыз нәрсесі кітаптар болған екен. Бұл кісі өзі академик болған кісі. Сондықтан бұл кісі өзі осы техника ғылымдар жағынан үлкен академик, көп кітап жазған кісі. Сондықтан бұл кісі өмір бақи кітап қана жинаған екен. Үйі өте жұпыны болған екен. Оған мысал ретінде мына Кеңес одағының сол кездегі партияның үлкен төрағасы Леонид Ильич Брежнев Алматыға келіп, сол келгенде үйлеріне қонақ болады екен. Үйлеріне қонақ болған кезде сұрайды екен, сіз үлкен бір республиканың бастығы бола отырып, үйіңізде ешбір нәрсе жоқ қой. Жұпын екен үйіңіз дегенде айтқан екен, мен нәрсе жинамайтын адаммын. Мен халқыма адал еңбек етсем болды деген екен. Міне өмір бақи ол кісі үйіне еш нәрсе жинамаған екен. Дүние мүлік дегенде ол кісі өзіне жинамапты. Шетелге қыдырып барған кезде шетелден ол кісіге Шкода деген машина берген екен 53 жылғы. Сол бір машинесі ғана болған екен. Жұпыны гаражысының машинесі. Сосын бір 3 бөлмелі үй болған екен. Одан басқа ол кісі ешбір нәрсе жинамаған екен. Халықпен бірдей, халықтың ортасында өмір сүрген екен. Бұл кісі енді 86 жылы оқиға болды. Бұл кісіні орталық комитет жұмысынан босатты. Босатқан адамдардың барлығын Москваға апарып үй береді екен. Бұл кісі Москваға барудан бас тартқан екен. Мен өзім қазақ халқының ортасында өмірге келдім. Өзім қазақ халқының ортасында дүниеден өтем. Мен қазақ халқымен бірге өмір сүрем. Мен отанымды тастап ешқайда бармаймын деген. Осындай қарапайым адам болған екен. Қарапайым, дүние құмарлығы жоқ, халықтың ортасында өмір сүрген адам екен.